Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте биік әрі жұмсақ бисквит дайындауды үйренеміз. Ол үшін бізге 12 штук жұмыртқа, 300 грамм қант, 280 грамм ұн, 20 грамм қопсытқыш. Жұмыртқаның сарысын ағымен осылай 2 табаққа ажыратып аламыз. 300 грамм қантты 2-ге бөліп алып, 150 граммнан әр табақтың ішіне осылай саламыз. Салып болған соң, әрі қарай әр табақты жеке-жеке миксермен осылай миксерлейміз. Жұмыртқаның ағын әбден осындай аппақ болғанша взбивать етеміз. Одан кейін жұмыртқаның сарысын бөлек осылай взбивать етіп аламыз. Взбивать етілген сарысы осындай түрде болу керек. Жұмыртқаның сарысын осылай взбивать етілген ағына қосып, лопаткамен әбден араластырамыз, біркелкі болғанша. Әрі қарай ұнын салып, осылай лопаткамен әбден араластырамыз. Бұл жерде лопаткамен араластырғандағы маңыздылық пышный болып тұрған массаны төмен түсіріп алмау керек. Менде 30 диаметрлік форма. Форманың астына осылай пергамент қағаз саламыз. Бір қалыпты дайын болған массамызды осындай дайындап қойған формамыздың ішіне құямыз. Форманың ішіне құйып, әбден құйып болған соң, форманың бетін тегістеп аламыз. Формаға құйып жатқан кезде пештерімізді қосып, духовканы жылытып қойған өте маңызды. Жылы духовкаға осылай дайын болған массамызды қоямыз. 1 сағаттың көлемінде 150 градуспен асықпай пісіріп аламыз. Піскен-піспегенін осындай таяқша тығып тексереміз. Сіздермен болған Алия.